мен сәттілік тудырмасам қайдан өсер еді дейді ол саудаң сенің. Сондықтан мен берген ризықтан жұмсаңдар, мен қобли әйятия ахадакумул маут. Біреулеріңе өлім келмей тұрғанда дейді. Егер жұмсамай өлім келіп қалса не болады онда Раббымыз? Онда ол айтады дейді. Робби лаула аххартани иля ажалин қариб. Раббым, ғұмырымды сәл кешіктіре тұрмадың ба? Қараңыз. Осы нәрседен сақтасында баршамызды. Ғұмырымды сәл кешіктіре тұрмадың ба? Не істер едік, егер оны кешіктіре тұр? Фәәс-соддақа. Мынау атасоддақ деген сөз бар. Садақа беру деген нәрсе. Ас-соддақа деген сөз енді өкіртіп, өмір бақи берер едім садақаны деп айтады екенбіз да біз өлім сәтінде. Ал енді біз мұъмин болсақ та өзгере ме үкім өлім сәтінде? Ла юахираллаху нафсан иза жаа ажалуха дейді. Алла бізге ескертіп отыр. Ажалың келді ма, кешіктірмеймін дейді. Мерзім аяқталды, мүмкіндік бітті. Енді осы күйіңде қайтасың, Алла Тағала болды. Үлгергеніңді үлгердің, үлгермей қалғаныңды үлгермей қалдың. Міне бізді де күтіп тұрған бір қауіп қатер бар екен да. Сондықтан дүниеге деген махаббат, құрметті бауырлар, қанша мал тапсаң да, дүниеге деген, ақшаға деген жүрекке кіргізбеңіздер ешқашан. Ол қолыңда болсын да. Біреу қарыз сұрай ма? Мә. Біреу көмек сұрай ма? Мә. Мысалы, мынандай хадисінде айтады Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Дахала раджулун аль-жанна. Қияметтегі бір көріністі айтып отыр. Жәннатқа кіргендердің жағдайларынан біреуінен бір ер адам жәннатқа кірді дейді. Фара'a ала бабиха мактубан. Сөйтіп жаңағы кіріп баратқан есігінің төбесінен жазуды көрді дейді. Сондағы жазуда ас-садақату би ашри амсалиха деп тұр. Әр садақаға 10 еселеніп беріледі. Енді астына қараңыздар. Уал қарду қарыз. Ал қарыз сәмәнията ғашара дейді. 18 еселенеді дейді. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан біреу қарыз сұрап келгеніңізде біліңіз. Алладан басқа ешкім жіберген жоқ оны. Сосын сізден сұрады ма? Алла Тағала сізді көздеді. Назары сізде тұр қазір. Бір дәрежені атап қоюы да мүмкін сізге. Осыдан қазір мүлк етпей орындаса, кетті дәреже деп отыр осыған. Біз дәрежелерден өзіміз отказ жасап отқан адамдармыз, құрметті бауырлар. Қай жерде сараңдық істеп қалдық, біз отказ жасадық жаңағы аталып тұрған дәрежеден, сауаптан. Сондықтан дүниеге деген махаббат бізге ескертілетін нәрсе. Өлім сәтінде біз үшін ең қиын нәрсе осы дүниеге деген махаббат. Осыдан сақтану керек. Осымен шама келгенше жүрегімізді реттеп алу керекпіз де, бұл дүниемен қалай мәміледе боламыз, қалай істесеміз бұны Аллаға ұнау үшін деген.